Гукиш до Мараджо ВИ Норвей Чес Классик. Е4, Е5, АТФ, АТФ6, Орыс партиясы алдық D6, АТФ алдық және АЦ3. Алдық. Піл Е7, піл Е3, рокировка вәзір D3, үшінші және алтыншы қатардың қаншалықты маңызды екенін білесіздер, және мына пілдің шығуына мүмкіндік бермейтін сияқтысы. Ат D7 рокировка, ат C5, вәзір C4, бұлай және вәзір F4. Бұның барлығы теория, бұған таңғалудың қажет жоқ. Неге тар деген сияқты жүрсе жасайды. D5, ат D4, мына жерге шабуыл жасаудың амалы. Піл D6, вәзір F3 және вәзір D7. Егер де алатын болсаңыздар, алатта бұлай алады және мына жол деген ашылады. Мүмкін осындай варианттар, мүмкін бұлай алатын мәселе қарастырылмайтын шығар, өйткені D5-тегі сарбазды алып кетесіздер. H3, мына G4-тегі торды бақылауға алу. C6, G4. Орталық тұрақты, сол себепті оң қанатта немесе сол қанатта шабуыл жасауға болады. F5 және G5. Басқа да мүмкіндіктер бар болып дейді. Мысалы, ат E6 деген, бірақ ол гукишқа ұнамады және G5 деп жүр. F4. Мына пілдің жолын жаптық, бірақ мына пілдің жолын аштық деген сияқты. Піл D2 тура А E8 және тура G1 бұл тарыш ережесі артынан орналастыру. Піл F5. Піл F5, мен бұл туралы үнемі айтам. Егер де сіздер піліңізді атқа айырбастар алдында өте мұқият болыңыздар деп айтам. Алдық және C4. Бірден мына қосарланған сарбаздардан құтылу және мына пілдің мүмкіндігін көбейту деп. Ат негізгі орталыққа келді, піл D3, бұлай байлап тастадық. Әдемілеп тұрып, вәзір бұлай және тағы да бір рет бұлай байлап тастадық. Піл C5 және CD өзіміздің қосарланған сарбаздарымыздан құтылып атырмыз. Алдық және тура E2 қомағалар қатарындағы мынаны қорғау. Ол бір және мынаны да қосымша қорғаудың амалы, мүмкін тағы да бұлай жүрудің амалын қарастырады. Ат D2. Түсініксіз шешім дейді. Осы дәл қазір 0.48 болатын болса, ат D2-ден кейін 2.02. Сонымен екі сарбаздан бір мезетте айырылғандай сондай бір жағдай. Піл H7 шах, бұл енді пілді H7-ге құрбандық ету, бұл қалт жағдай. Әсіресе грек сыйлығында осындай жағдай көп болады. Патша H8 және тура D2 ала салдық. Мына нені? Алдық және тура D5 қайттан қос соққы мына жерге және мына жерге. Жалпы қаралардың жағдайы өте қиындап кетті. Вәзір E2 G6 шах, бұл енді сарбаз шеге деп аталады. Және вәзір H5, вәзір H7 деген әрекет жасау. Патша G8, вәзір B3. Вәзір B3, сіздер мына жағдайды әдемілеп тұрып пайдаланғыңыз кеп тұр. Піл E3 шах, патша B1, енді патша өзін B1-де жақсы сезінеді. Және патша H8, мына өте жойқын сондай шабуыл, бұдан сақтану керек. Алдық және вәзір B4, мына торды бақылауға алу және мына жерге де шабуыл жасаудың амалы. Піл C8, тура C1, барлығымыз бірлесіп патшаны қорғауымыз керек. Тура E4, вәзір A5, патша G8 және осы жерде B3. Бұл енді желкөз деп аталады. Желкөз өткені соңғы қатардың әлсіздігі көңілге қаяу түсіреді, соған байланысты осындай нәрсе жасауды. E8, вәзір A7 қомағалар қатарындағы сарбазды алдық. Вәзір E6, вәзір D4. Бұлай жүруге мүмкіндік жоқ сияқты. Бұлай G6 өткені тура G1 деген әрекет, соңген тура G5, бәріміз бір мезетте мына G7-дегі сарбазға шабуыл жасаймыз. F3, тура G5, вәзір E4, алдық және тура F5. Бұл тарыш ережесі, мына сарбазды қасы аламыз және мына үшеуі мына сарбазды жеңіп кетеді. Не айтуға болады? Гукиш өзінің мықтылығын дәлелдей бастады.